Санатал, енді Дубайдағы Асатқожамен жекпе-жегіңіз әлі талқыланып жатыр әлеуметтік желіде. Сіздің пікіріңіз қызық, өйткені сол жерде біз сұрай алмадық, мүмкіндік болмады. Қазір мүмкіндік бар ғой. Енді ол әлем чемпионаты өтті, аяқталды. Өкініш бар енді. Бір шеттен бапкерлердің айтуы бойынша да және өзімнің пікірім бойынша да ұтқан сияқты болдым. Бірінші раундта да ұттым, екінші раундта да толыққандай ұттым. Енді үшінші раундта екі раундтың қорытындысы бойынша аяққа кеткен соң, үшінші раундта нокаутқа жіберемін деп күшеніп қалдым да, сол мен қателігім болды. Үшінші раунд сөйтіп кетіп қалды. Жалпы есеп бойынша 2-1 мен ұттым деп ойлаймын. Раундтар бойынша ма? Раундтар бойынша, иә. Оны көпшілігіміз көрдік. Саған есепті қалай бар, солай айта ма негізі, әлде ойнатып айту да мүмкін ба? Мен өзім бапкерлерге айтқам, есепті толыққанды қалай берді, солай айтсын деп. Солай айтқаны бір психологиялық әсер еткен жоқ па дейді да? Жоқ. Ол жерде скрывать ететін ешнәрсе жоқ қой. Мысалға, рингке шығасың, содан кейін барып төрешілердің шешімі, көзқарасы саған қандай екен, сол кезде білесің да, анық. Асатқожа қалай екен негізі бұлай? Әлі де кездесулеріңіз мүмкін ғой алдағы уақытта? Құдай қаласа. Не дейміз енді, әлем чемпионы, олимпиада чемпионы, ондай жігіттер бекерден бола бермейді ғой. Сол себепті өзіме тәжірибе жинап алдым. Құдай қаласа келесі жекпе-жектерде ой сұратамын деп сенімдімін. Бір мысы басқан жоқ па жаңағыдай атақтары? Жоқ. Ешқандай әсер еткен жоқ па ол? Жоқ. Ол сыртта ғана атағы барша, бірақ рингтің ішінде бәріміз бір дейміз. Кейін екеуіңіз сөйлескен жоқсыздар ма сол жерде? Былай қол алыстық, бір-бірімізге рахметіміз айттық, болды. Одан артық ешнәрсе болған жоқ. Рингтің сыртында, иә? Сыртында, иә.